Сәлем достар, бүгін біз духовкада жасалатын котлет жасайтын боламыз. Сочный, өте керемет болып шығады, жасап көрсеңіздер болады. Бізге керек заттарымыз: 500 грамм фаршымызға 2 картофеліміз, 1 сәбізіміз, 1 пиязымызды блендердан өткізіп, ұсақтап қосамыз. Одан кейін тұзымызды, бұрышымызды, қызыл бұрышымызды саламыз. Және де осылардың бәрін қосып болғаннан кейін жақсылап фаршымызды араластырып аламыз осылай. Осылай араластырып болғаннан кейін пергаментный бумагамызды дайындап аламыз. Менде многоразовый пергаментный бумага. Осымызды майлап, күнбағыс майымен осылай майлап аламыз. Майлап алғаннан кейін фаршымызды сопақша пішінге келтіріп, барлығын осылай дайындап аламыз. Одан кейін 2 қасық, ас қасық майымызға кішкентай қасық, жарты қасық қызыл бұрышымызды салып, паприка қоссаңыздар болады. Менде паприка болмай қалды, сондықтан қызыл бұрышты қостым. Осылай барлығын майлап аламыз. Барлығын майлап болғаннан кейін 180 градуста 45 минутқа салып аламыз котлетімізді. Өте керемет, сочный болып шығады. Жасап көрсеңіздер болады. Видео ұнаса лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер.